Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман? Өмірлік мәні зор, тәрбиелік, ой салатын оқиғаларды назарларыңызға ұсынамыз. Каналға тіркеліп алыңыз. Лотерея билеті. Жер бетінде өзгелерден еш айырмашылығы жоқ бір адам өмір сүрді. Оның бір тілегі бар еді. Ол лотереядан ақша атуды армандайтын. Осы мақсатпен күн сайын шіркеуге барып, әулиеге шырақ жағып және Құдайдан сұрайтын: «О, Құдайым, менің лотерейдан ұтуға көмектесе көр». Оның бір-екі емес сансыз уақыт сыйынған соншалықты оған періштелер де немқұрайлы қарауға қиналды. Олар Құдайдан көмек сұрады: «Жаратушы, сізге бейшара адамға көмектесе салу қиын емес қой. Оның сізге сенімі де нығайды» деді. «Мен оған баяғыда көмектесе салар едім. Өзім де оның жалынғанына қиналамын» деп жауап қатты жаратушы. «Ол тек қана бір лотерея билетін сатып алса екен», дейді жаратушы. «Ойындағыны жүзеге асыру үшін іс-қимыл жасауға, өз үлесіңді қосуға дайын болмасаң, саған жаратушының өзі де көмектесе алмайды екен». Ана туралы әпсана. Менің анамның бір көзі ғана болды. Мен оны жек көруші едім. Өйткені оның осы жағдай үшін қатты ұялатын едім. Отбасын асырау үшін ол мектепте аспаз болып жұмыс істеді. Мен бастауыш сыныпта оқып жүргенде бір күні анам маған келді. Қатты ұялғаннан маған жер қозғалып кеткендей көрінді. Мен оны көрмеген болып, жек көре теріс айналдым. Келесі күні сыныптас досым: «Сенің анаң бір көз көрмейді екен ғой», дегенде жерге кіріп кете жаздадым. Мен анамның қайда болса да жоғалып кетуін тіледім. Сол күні мені күлкіге қалдырғанша өлгенің жақсы болар еді дедім. Анам ешқандай жауап қайтармады. Мен не қатты ашуланғаннан, не айтқанымды ойламадым. Мені оның қандай сезімде болғаны қызықтырмады. Мен көп жерде жұмыс істеп мүмкіндік болғанда Сингапурға оқуға кеттім. Сол жерде үйленіп, үй сатып алдым. Мен балалы шағалы болып, өмірге дән риза едім. Бір күні маған анам келді. Ол ұзақ жылдан бері мені және немерелерін көрмегенді. Ол есікке жақындағанда менің балаларым оған күлді. Менің үйіме келіп, балаларымды қорқытуға оның қалай дәті барды. Мен оған «Жоғал бұл жерден» деп айғай салдым. Анам жай ғана: «Мені кешіріңіздер, шамасы өзге үйге кіріп кеткен екенмін» деп көзден таса болды. Бір күні мен мектебімнен хат алдым. Біздің сынып кездесуді жоспарлапты. Кездесуден кейін ескі үйімді көріп шығуға әуестік биледі. Көршілерімнің менің анамның қайтыс болғанын айтқанына еш қайғырған жоқпын. Анам маған хат қалдырыпты: «Менің сүйікті ұлым, мен сен туралы әрдайым ойлайтынмын. Мен Сингапурға барып, сенің балаларыңды қорқытқаныма өте өкінемін. Сенің мектеп бітірушілер кешіне келетініңді естіп қатты қуандым. Бірақ мен сені көру үшін төсектен тұра аламын ба, білмеймін. Сенің мен үшін үнемі ұятқа қалғаның өте өкінішті. Білесің бе, ұлым, сен нәресте кезіңде бақытсыз жағдай болып, сен бір көзіңнен айырылдың. Сенің анаң ретінде сенің бір көзді болып өскеніңді қаламадым. Сондықтан саған өзімнің көзімді бердім. Қазір де менің орныма осы көзіңмен көріп жүргеніңді мақтан етемін. Сені шын жүрегіммен сүюші, сенің анаң». Жолыңның болмағаны үшін өзгені кінәлауға болмайды. Конфуцийдің айтқан әңгімесінен. Бір аңшының екі ұлы болды. Олар орманда тұратын еді. Ұлдары өсіп, күш-қуат жинап ержеткен соң, аңшы балаларына садақ пен жебе беріп,
Менің көзімнің көруі шамаланды. Енді өздерің аң аулайсыңдар дейді. Жігіттер мергендікке үйрене бастады. Үлкені оқ атып еді, жебе меженің қасынан өтіп кетті. Жел кедергі болды, деді ол. Кішінің оғы да тимеді, бірақ ол үндемеді. Өзім кінәлімін деп ойлады ол. Қанша рет атса да үлкен ағасының оғы тимей қойды. Оған бәрі кедергі келтірді. Әсіресе садақты шамалы тартты, біресе көзіне күн түсті, біресе киімі қысып тұрды, біресе жаңбыр кедергі келтірді. Кіші інісі өзін кінәлаумен болды. Кешікпей, олар үлкен аң аулауға аттанды. Әркім өзі таңдаған жағына кетті. Әкесі үйде қалды. Бірінші болып үлкен ұлы құр қолы оралды. Түрі ашулы көрінді. Табалдырықты аттамай жатып, әкесін кінәлауға кірісті. Сен мені мұндай қолайсыз ауа райында неге аң аулауға жібердің? Біресе жауын жауды, біресе күн көзімді қарықтырып көрсетпеді. Жел соғып садағым оқты далаға атты. Тар киім беріпсің, ол қысып мазамды алды. Сондықтан жебені дұрыс тарта алмадым. Сенің кесіріңнен ештеңе алмай қайтып келдім, деді. Әкесі басын шайқады. Ол үлкен ұлынан жақсы аңшы шықпайтынын түсінді. Біраздан соң кіші ұлы бір қап олжамен оралды. Сен қалай ауладың? Оқ атуды бірге үйреніп едік қой, деп таң қалды ағасы. Мен тек қана өзімнің жолымның болмағаны үшін ешкімді кінәлаған емеспін, және қателіктерімді түзетуге тырыстым, деді. Жақсы мен жаман біздің өміріміздің бөлігі. Алыстағы ауылда бір қарт өмір сүріп жатты. Оның жақсы жылқысы болатын. Бір кісі кедей болса да, атын сатып алғысы келгендерді талай рет кейін қайтарып жіберетін еді. Өйткені ол оның ең жақын досы саналатын. Ауыл тұрғындары қарт атын сатса, кедейліктен құтылар еді деп әңгіме етеді. Бір күні оның қорадағы аты жоқ болып кетеді. Тұрғындар жылқыны ұрлап кеткен шығар. Егер атыңды сатсаң, бұлай болмас еді. Біздің айтқанымызды тыңдамадың, деп қартты табалайды. Бірақ қарт адам басқаларға қора бостырса, оны басқадан көрудің қажеті жоқ. Өзгелерді босқа кінәламаңдар, деп жауап береді. Бірнеше күннен соң жылқысы артынан бір қора жабайы жылқыларды ілестіріп қайтып келеді. Енді ауыл тұрғындары қарт адамның басына бақ қонғанын сөз қылады. Қарт адам тағы да алдын ала болжам жасамауын сұрайды. Көп кешікпей, қарттың жалғыз ұлы жабайы жылқыларға мініп жүріп, құлайды да екі аяғын сындырып алады. Ауылдағылар қарттың жалғыз сүйеніші ұлы еді. Оның басына қандай бақытсыздық келді деп әңгімелей бастайды. Қарт өз көзқарасынан танбады. Артық сөйлемеңдер деумен болды. Бір күні көрші патшалықты соғыс басталды да, барлық жастарды әскерге алып кетті. Ал қарттың ұлы ауылда қалды. Әр қиындықтың артында бір жақсылық бар. Өмір сүргің келсе, қозғалыс жаса. Екі бақа атыста тұрған қаймаққа түсіп кетеді. Біреу қатты қорқып отыра береді де, бір мезгілде қаймаққа батып тұншығып өледі. Екіншісі жан дәрменімен аяқ қолын сабалап қимылдай бастайды. Бір кезде қаймақ қоюланып, майға айналады да бақа секіріп шығып кетеді. Сонда қиындықтан құтылу үшін қандай болмасын қимыл, қозғалыс керек екен. Құдық туралы әпсана. Бір күні есек құдыққа құлап кетеді де, бар даусымен ақырып, көмекке шақыра бастайды. Оның айғайына қожайыны жүгіріп жетті де, қолын бір сілтеді. Өйткені есекті құдықтан шығару мүмкін емес еді. Қожайын, менің есегім қартайды, өлу де жақын. Мен бәрібір жас есек сатып алайын деп жүредім. Ал мына құдық болса, өте терең. Мен жаңа құдық қазуды баяғыдан ойлап жүредім. Маған неге екі қоянды бір оқпен атып алмасқа? Ескі құдықты топырақпен толтырып, есекті де көміп тастайын, деп ойлады.
көп ойланбастан көршілерін шақырды. Бәр қолдарына күрек алып құдыққа топырақ лақтыра бастайды. Есек не болғанын бірден түсініп бар даусымен ақырады, бірақ оған ешкім көңіл аудармай, құдыққа топырақ лақтыруды жалғастыра береді. Біраздан кейін есек үнсіз қалды. Қожайын құдықты қараған кезде өз көзіне өзі сенбеді. Есек арқасына топырақ түскен сайын сілкініп, аяқтарымен таптай берген екен. Ең соңында басқаларды таңғалдырып, есек құдықтан секіріп шықты. Бұлай боларын ешкім күтпеген еді. Мүмкін сіз де өміріңізде талай қиындықтарды бастан өткерген шығарсыз. Болашақта өмір сізге жаңа қиыншылықтарды жіберуі мүмкін. Әр уақытта сізге кезекті ауыртпалық түссе, сіз оны сілкіп тастап, соның арқасында одан да биікке көтерілуіңіз мүмкін ғой. Әр бір шешімін таппай тұрған мәселе, бұл сізге өмірдің лақтырған қатты тасы десек, сіз осы тастардың үстіне аттап өтіп, күтіп тұрған қатты дауылдан құтыла аласыз. Қарапайым ережелерді есте сақтаңыз. Өз жүрегіңізді жек көрушіліктен босатыңыз. Өзіңізді ренжіткен адамдарды кешіріңіз. Өз жүрегіңізді толқулардан босатыңыз. Олардың көбі пайдасыз. Қарапайым өмір сүріңіз. Барға қанағат етіңіз. Істеген жақсылықтарыңызға мақтау күтпеңіз. Сіз басқаларға қалай қарасаңыз, өзгелер де сізге солай қарайтынын ұмытпаңыз. Сау болыңыз, каналға тіркеліп қойыңыз.